Қайырлы күн, балақай. Бүгін біз 55-ші беттегі 30-шы жаттығуды орындаймыз. Бүгінгі сабақта ребусты шешетін боламыз. Балақай, бізге 3 суретті беріп қойған екен. Алғашқы суретте қандай әріп бейнеленген? Дұрыс айтасың, Ф әріпі. Ал екінші суретте қандай жануар? Бұл бізде керік. Балақай, өзімізге оңай болу үшін суреттердің жоғарғы жағына атауларын жазып қояйық. Керік. Келесі суретімізде қандай жемістің суреті бейнеленген? Дұрыс айтасың, бұл бізде алма. Балақай, біз дәптерімізге ребустың жауабы деп жазып алайық. Көріп тұрғанымыздай, алғашқы суретте ешқандай әріптің алудың қажеті жоқ екен. Ендеше біздің сөзіміздің бастапқы дыбысы Ф екендігі белгілі. Ендеше жазып алайық. Ал екінші суретте бастапқы бір әріпін, соңғы екі әріпін алып тастауға қажет екен. Ендеше біз сызып тастайық. К және К әріптерін сызып тастадық. Сонда бізде ер сөзі қалды. Ендеше оны Ф дыбысына қосып жазып қояйық. Ер, фер деген сөз пайда болды. Енді үшінші суретте бастапқы екі әріпін алып тастауға қажет екен. Ендеше алма сөзінен А және Л дыбыстарын сызып тастайық. Сонда қалғаны бізде ма. Ма сөзін біздің жауабымызға қосайық. Балақай, сонымен бізде қандай сөз пайда болды? Дұрыс айтасың, ферма. Ферма деген бізде не еді? Ауыл шаруашылығы, яғни ол жерде түрлі аң-құстар өсіріледі. Балақай, біз ребусымыздың жауабын шешіп болдық. Енді ребус астында бізге тағы да бір тапсырма берілген екен. Ендеше соны оқып көрейік. Ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Балақай, бізде ребустың шешуінде ферма сөзі шықты. Ендеше ферма сөзін қатыстырып сөйлем құрастырайық. Қандай сөйлем құрастырсақ болады? Жарайсың, балақай. Менің атам сиыр фермасында жұмыс жасайды. Керемет сөйлем. Оны біз дәптерімізге жазып алайық. Жарайсың, балақай. Біз бүгінгі сабақта суреттерге қарай отырып ребустың жауабын таба алдық. Сонымен қатар сол жауаптағы сөзді пайдаланып сөйлем құрастырдық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.